Весал азамат және де Любовь деп екі топқа алып отыр. Сол екі топқа бөліну үшін біз мына жерде билет аламыз. Қандай топқа? Түсінді ма? Бір-бірлеп алыңдар. Исмаилов Эльнур, Рахматуллаев Сейтхан Дархан, Қалман Мирас. Жүйенің қажетті дағдылары мен білімнің жиынтығы. Бұл адамның цифрлық технологиялар мен телефонды, интернетті тиімді пайдалану және оны жауапты пайдалануға дайын болуын білдіреді. Бұл сауаттылық мынандай дағдыларды қамтиды: ақпаратты сақтау және өңдеу, сандық ресурстарды ұйымдастыру, және қауіпсіздік және жеке деректерді қолдану. Кәсіпкерлікті цифрландыру, цифрлық құралдар мен платформаларды цифрлық қызметтері мемлекеттік секторының цифрлануы. Бұл белгілі бір дәрежедегі орындалу операциясы орындалу және Қазақстанда цифрлану қазіргі таңда өте қарқынды дамып келе жатқан жобалардың бірі болып саналады. Оған электрондық үкімет жинағы, электрондық үкімет дегеніміз бұл белгілі бір жеке куәлік алу, көлік құралын төлеу және сонымен қатар салықтарды төлеу. Екіншісі бұл смарт қалалар. Смарт қалалар дегеніміз электронды цифрланған инновациялық жүйелер, яғни оған ақылды бағдаршамдар және автоматтандырылған қоғамдық көлік жүргізіліп жатады және бірыңғай ұлттық цифрландыру дегеніміз бұл медициналық тұрғыда азаматтардың белгілі бір жағдайын электронды түрде онлайн тарихқа тіркеп оны жазады. Болмаса Любовьтан кім сұрайды? Бұл жерде бағалау ақпараттық қауіпсіздік және басқалары. Одан кейін қазіргі таңда цифрлық теңсіздік дегеніміз мысалы қала мен ауылдың айырмашылығында қалада қазіргі жаңарған технологиялармен өмір сүреді, ал ауылда интернеттің дұрыс болмауы да мүмкін. Мысалы қазіргі таңда осы интернетке байланысты цифрлық Қазақстан аясында осы ауылдық жерлерге интернет туралы тренингтер өткізу жоспарланған және де осы интернеттің жаңағы цифрлық Қазақстан деп жатырмыз, ол цифрлық Қазақстанда жаңағы блокчейн және ақпаратты қалыптастыру және басқа да жоспарлар іске асырылуда. Сауаттылықтың әлеуметтік әсері. Цифрлыққа ие болуы, әлеуметтік теңсіздіктің азаюы, цифрлық сауаттылықтың деңгейі жоғары, қоғамдық білім алу мүмкіндіктерінің көп болуы және де қоғамдық қамтамасыз өзгеру арналарын интернет арқылы бір-бірімен байланысуы. Жауап береміз. Қалғанымызда ойын ойнау үшін пайдалану, цифрлық құралдарды пайдалана отырып ақпаратты тиімді түрде сақтау, компьютерлік бағдарламаларды жазу дағдысы, интернетте қаржы операцияларын жүргізу қабілеті.
инфраструктураны дамыту, қала құрылысына байланысты жобаларды басқару. Қайсысын ойлайсыз? Қазақстандағы цифрлық Қазақстан бағдарламасы қызметтерді онлайн алу мүмкін. Электронды кітаптар ғана пайдаланылады, халыққа арналған цифрлық білім беру платформалары. Бірдей цифрлық мүмкіндіктердің бар болуы, қалалар мен ауылдар арасында цифрлық қызметтердің инфрақұрылым теңсіздігі, тек мемлекеттік қызметтерді ғана цифрландыру, жұртшылыққа арналған ойын. Қызметтерді интернет арқылы оңай, жылдам және ыңғайлы түрде ала алады. Мысалы, құжаттарға тапсырыс беру, салық төлеу, тіркеу және тағы басқа процестерді қашықтықтан орындауға болады. Яғни электронный деп отырғанымыз, қазір мен сіздерге практика жүзінде көрсетемін. Үкіметтен алатын керек анықтамаларыңызды үйде отырып өзіңізге алу мүмкіндігі. Яғни үкіметпен байланыс бұл электронды үкімет. Жазып алайық. Мемлекеттік қызметтерді халыққа онлайн түрде ұсыну, яғни үкімет пен жеке азаматтар арасындағы қарым-қатынасты жеңілдету. Бұдан кейін азаматтардың уақытын үнемдеу, бұл қазіргі қоғамдағы маңызды мақсаттардың бірі. Әрбір адамның уақыты құнды және оны тиімді пайдалану, өнімділік пен өмір сапасын арттыруға септігін тигізеді. Яғни біз үйде отырып істегендіктен біз уақытты үнемдейміз. Және де бюрократияны азайту, яғни бұл дегеніміз көптеген құжаттарды қысқаруы, азаюы. Бұл ұйымдарда, мемлекеттік құрылымдарда немесе бизнес процестерінде артық рәсімдерді, құжат айналымын және формальдылықты қысқарту, көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Одан кейін үкімет үкіметінің электрондық қызметтерін дамыту бойынша ұлттық жоспар қабылданды. Одан кейін ол 2010 жылы электронды үкімет порталы ресми түрде іске қосылды. Жазып алайық осы үшін. Қай жылдары басталып, бастама қолға алынған, қай жылдары бастап. Яғни бізде жаңа айтып өткеніміздей уақыт пен қаражатты үнемдеу, яғни азаматтар мен кәсіпкерлер мемлекеттік мекемеге бармай-ақ онлайн түрде қызметте интернет қосылған болса болды, біз бұл қызметтерді өзіміз ала аламыз. Қол жеткізуіміз ол қызметтерге оңай болады. Одан кейін тиімділік пен жеделдік қызмет көрсету, ол процестері автоматтандырылғандықтан құжаттар мен өтініштерді өңдеу уақыты қысқарады. Яғни бізге тез қол жетімді болады. Қандай артықшылықтары бар? Яғни қолында компьютер, ноутбук құрылғылары болмаса, және де интернет болмаса, ол адамдарға электронды үкімет арқылы өзіне керек анықтамалар. Сол кемшілігі біреуі. Екінші, киберқауіпсіздік тәуекелдері, яғни электронды үкімет жүйелеріне хакерлер шабуылдар мен деректердің ұрлану қаупі бар. Бұл жеке ақпараттардың қауіпсіздігіне нұқсан келуі мүмкін.
одан кейін техникалық ақаулар, қызмет көрсету жүйелерінде техникалық ақаулар мен кедергілер пайда болуы мүмкін. Бұл қызметтерді уақытында алу мүмкіндігін шектейді. Яғни адамдарға электронды үкіметті қолдану қиындық тудыруы мүмкін, әсіресе егде жастағы адамдарға және де цифрлық сауаттылығы төмен азаматтар үшін. Яғни бұл айтып отқанымыз электрондық үкімет жаңағы порталды пайдалану үшін егер жасы келген адамдар болса интернетте құжаттарға қол қоя алады. Яғни бұл Кайгоф деген қазір көрсетіп өтемін қалай екенін қолдануын. Бұдан кейін біздің ең көп адам білетін, көп жерде пайдаланатын егов.kz порталы, негізгі портал бұл. Электронды қолтаңбаны қалай порталына тоқтап кетеміз. Онсыз жұмыс істей алмаймыз деп отырған. Сол үшін ол НКР деп отырғанымыз бізді үкіметпен байланыстыратын қосымша егов.қа кіру үшін. Сол үшін бірінші біз НКР қосымшасын жүктеп алып. Тип системы деген мына жерде. Тип системы 64 разрядтық деп тұр. Осы типті таңдаймыз. Яғни бұл компьютер 64 разрядтық типте болғасын, системада болғасын. Біз бұл жерде Windows 64 системасын таңдап, скачать етіп аламыз. Бұл жерде бізде таңдау тұр, кімге алуға болатындығын таңдаңыз деп тұр, заңды тұлға және жеке тұлға. Заңды тұлға деп отырғанымыз, яғни бұл жеке бастықтарға арналған осындай жеке жұмысы бар адамдарға заңды тұлғаны таңдайды, жұмысқа байланысты. Ал біз жеке тұлғаны таңдаймыз. Енді одан кейін куәландыру құжатын таңдаңыз дейді. Куәландыру құжатын таңдаймыз. Жеке куәлік немесе тәртіп, біз өзіміз жеке куәлігімізді таңдаймыз. ЭЦК-ға алуға көшеміз. Кілт қоймасын таңдау дейді. Яғни біз ЭЦК ключімізді қайда сақтаймыз? Соны сұрап тұр. Сақтау орны папканы басамыз. Один ключ деп папка ашамын. Одан кейін құттауды басып. қызметті кім үшін сатып жатқаныңызды таңдаңыз. Өзіңізге, балаңызға немесе заңды өкілге. Мен сол электрондық цифрлық қолтаңба арқылы алайын деп тұрмын. Бірінші свойствосын қарап аламыз, компьютердің свойствосында қанша 64 разрядтық бар, системасы. Мысалы, сосын ағылшынша атты, үлкен әріппен ат. Қарашы тақтаға. Бір сұраққа жауап береміз. Электронды үкіметтің басты мақсаты не? Қараймыз. Барлық азаматтарды интернетпен қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді электронды түрде ұсыну, мемлекеттік органдар арасында құжат айналымын жақсарту, тек қаржылық бақылауды жүзеге асыру. Қайсысы? мемлекеттік органдар негізгі принциптері бар. Қайсысы? Тек мемлекеттік қызметкерлерге арналған шектеулер, ақыға көлік сатып алу, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу, құқық бұзушылық
boyunca ayıptoldu төлеу. Қайсысы? Бама. Қазақстанда электронды үкіметтің негізін қалаған ұйым қандай? Қазақстан Республикасының үкіметі, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі қандай электронды цифрлық қолтаңба ұсынады? Және қызық оны сабаққа жақсы қатыссын деп ойлаймын. Үшінші сабақта сабақта түсіндік па, түсінген жоқпыз ба? Босай. Жақсы болды. Шынымызды жазып тапсырайықшы. Қараңыздар.